Өте дәмді, әрі тез дайындалатын үй жағдайындағы оладьилерді жасаймыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар және маған тіркеліп кетіңіздер. Бізге керекті заттар ең алдымен жұмыртқаны жарып, бір жұмыртқаны жарып, оның үстіне қалған мөлшерде қантымызды и тұзымызды қосып жақсылап араластырамыз. Содан кейін айранды мен 1 минут микроволновкада жылытып алдым, оны қосып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнымызды, содамызды қосып, тағы да жақсылап араластырып, тестамызды дайындаймыз. Тестамыз дайын болды, енді оны 10 минутқа қойып қоямыз. Кейін табамызды қыздырып, оның үстіне бір қасықтан салатын боламыз. Және де салып болғаннан кейін оның бетін крышкамен жабуды ұмытпаймыз. Әр жағын 2 минуттан пісіріп аламыз. Осыдан кейін біздің оладьилеріміз дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сол үшін егер рецепт ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетеміз. Бұл оладьи өте дәмді болып шықты. Келесіде қандай рецепт салайын, біздің комментарийға жазып кетіңіздер.